Баршаларыңызға сәлем. Сіздермен бірге Даму KZ арнасы сіздерге осындай гүлдер биіне арналған ромашканың жасалу жолын көрсететін боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып өтуді ұмытпаңыздар. Барлығын осы сызық бойынша қиып, сызып дайындап аласыздар. Одан кейін бізге ең қажетті заттар қайшы, желім және де қаламсап. Одан кейін бізге осындай магазиннен алған картондарды осылай қиып аламыз, транспортердің көлемі сияқты, және де ортасынан осындай қолға ұстап тұратын тесік жасайтын боламыз. Ең алдымен сызып алдым, одан кейін осындай пышақпен кесіп шықтым. Біздер қолға ұстайтын ыңғайлы етіп оқушыларға жасайтын боламыз. Ал енді дайын формаға осы шеттеріне түймедақ гүлінің ақ бөліктерін жапсырып шығатын боламыз. Мен бұны арнайы формада өзім жасап алдым. Көп етіп жасап алдым, себебі бізге көп кететін болады. Оны мен осындай А3 форматындағы черчениенің қағазынан бүктей отырып төртке бөліп алдым. Төртке бөлінген бөліктерді осылай ортасынан бөліп, бір шетіне осыны карандашпен сыза отырып, барлығын белгілеп алып, одан кейін жеке-жеке қиып шықтым. Келесі бізге осындай сары түсті қағаз қажет. Менде қағаз болмағандықтан осындай мата түрін алдым. Яғни осы транспортер бөлігі сияқты кіші бөлігін алып қиып алатын боласыздар. Одан кейін мен осындай ақ түймедақтың бөліктерін осылай жеке-жеке жапсырып шықтым. Осының бір жағына маған 6 талы, ал екінші жағына 6, сонда бір қолға ұстайтын желпуіштен түймедақ гүліне 12 тал ақ бөліктер кетті. Енді түймедақ гүлінің ақ бөліктерін бір-біріне беттестіре отырып, осылай барлығын жеке-жеке жапсырып шығатын боласыздар. Себебі оқушылар, жаңа қыздар билеген кезінде бір-бірінен ажырап кетпес үшін. Мінекей бізде дайын болды. Енді осы дайын бөліктің ортасына сары бағанағы бөлікті барлығын сызып қиып аласыздар. Осылай екі жағын беттестіре отырып мен қиып алдым. Енді осы дайын болған бөлікті әдемілеп, күннің сәулесі сияқты жасап алғаннан кейін желіммен жапсыратын боламыз. Келесі процесс, енді ортасындағы тесікті әдемілеп, осылай кесіп қиып шығатын боласыздар. Бізде осындай гүліміз дайын болды. Оқушыларда қолдарына ұстап билегенге өте әдемі көрінеді. Осы видео сіздерге пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып өтіңіздер.